Бүгін біздер Ақтөбе өрлеу институтының ұйымдастыруымен өткізіп отқан егжетілік мектеп басшыларына және орынбасарына арналған курсты аяқтап отырмыз. Бұл курсты ұйымдастырып бізге өткізген Каплиева Айгүл Қыдырбаевна үлкен алғысымызды білдіреміз. Өрлеу институтының барлық ұжымына, басшысына біздер өзіміздің курстастарымыз алғысымызды білдіреміз. Қазіргі жаңашылдық, болашақта жалпы педагог қандай болу керек, сонымен қатар курстың аяқталуына байланысты үлкен дөңгелек үстел өткізілді. Осы облыстық білім саласына қатысты барлық басшылардың қатысуымен үлкен дөңгелек үстел көңілімізден шықты. Педагог мәртебесі заңның және 2020-2025-ге арналған бағдарламаның талқылап, өзімізге керек сұрақтарымызға жауап алып, өте үлкен жақсы жұмыс атқарылды деп есептеймін. Сондықтан да болашақта осындай курстар көптеп өткізілсе, енді қазіргі заман талабына сай біздер күнбе-күн болып жатқан жаңалықтарға ілесіп, содан қалмай басшы ретінде біздер өзіміздің менеджер ретінде, яғни ақпаратты, қазіргі таңда беріліп отқан ақпаратты басқарып, өз ұжымымызбен қалай жұмыс істеу керек екен бағыттарын осы курстан түсіндік деп есептеймін. Сондықтан да осындай курстарды өткізген, тағы да қайталап айтамын, ұжымымызға Айгүл Қыдырбаевнаға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздердің жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Келешекте сіздің зертханаңызбен бірігіп осындай үлкен шаралар өткіземіз деп ойлаймыз. Мен осы басқарудың жаңа парадигмасы және менеджмент бағдарламасы бойынша курсты өтіп жатыр. Ол курста біз көптеген өзімізге керекті мәліметтер, мағлұматтар алдық. Слоттық талдау, неше түрлі әдіс тәсілдерді бізге кураторымыз беріп, үйретіп жатыр. Сол себепті бізде алдағы уақытта ұсынысымыз осындай курстар басшылық тарапынан өте жиі ұйымдастырылса екен деп тілейміз. Сіздерге алғысымыз шексіз.